Баршаңызға сәлем. Ауызашарға ерекше әрі тойымды ыстық тамақ жасайтын боламыз. Ең алдымен жылы суымызға жұмыртқа мен тұзымызды салып араластырып аламыз да, оның үстіне ұнымызды қосып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қоспаларымыздың қанша граммнан екені видеоның бетінде жазылып тұр. Описанияға да видеоның астына да жаза кетемін қанша граммнан қосу керектігін. Қамырымызды қаттылау етіп илеген дұрыс болады. Егер оны аздау болып қамырларыңыз жұмсақтау болатын болса, қосымша ұн қосып қатты етіп илеп алыңыздар. Илеп алған қамырымызды теңде екі бөлікке бөліп, осылай бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта біз ішіне қосатын начинкамызды дайындап алатын боламыз. Алдымен жуаларымызды осылай көбіктеп турап аламыз да, оған керекті тұз, бұрыш, дәмдеуіш ретінде мен зира қостым. Осыларды қосып араластырып қойып қойыңыздар. Ары қарай картошкамызды да осылай көбіктеп турап алып, дайындап алған жуамыздың үстіне қосамыз да, оның үстіне фаршымызды қосып, шамалап тұз салып, үшеуін жақсылап араластырып аласыздар. Начинкамыз да дайын болды. Енді илеп алған, бөліп алған қамырымыздың бір бөлігін алып, осылай жақсылап жұқа етіп жайып алыңыздар. Жұқа етіп жайып болғаннан кейін бетіне сұйық майымызды, яғни кәдімгі тамаққа қосатын майымызды бір келке етіп барлық жеріне жапып шығамыз. Қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен осындай үш бұрышты етіп бөліп алдым. Сіздер қалай бөлсеңіздер де, қалай түйсеңіздер де өз еркілеріңіз. Жалпы әртүрлі формада түйіп жасай берсеңіздер болады. Осылай бірінші қамырымызды жайып түйіп алдық. Енді екінші қамырымызды алып, тура біріншіге ұқсатып, бұны да жұқа етіп жайып, майын жағып, одан кейін начинкаларымызды салып, бұны да жақсылап орап дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін осылай бетіне де сұйық май жағып, дайындап қойып қоямыз. Тағамымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Осылай қызып тұрған майға жуамызды салып, оның үстіне болгар бұрышымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Оның үстіне картошкаларымызды да салып, томатымызды салып, жақсылап бұларды да қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз және су құйып, бетін жауып қоясыздар. Қайнап бастағанда уже дайындап алған қамырларымызды осылай тізбектеп салып шығатын боламыз. Суы аса көп болып кетпесін. Суы көп болып кетсе де қамырлар былжырап, ісініп кететін болады. Осылай барлығын тізбектеп салып алғаннан кейін бетін жауып, астын жай отқа қойып қоясыздар да 40 минут қайнатып аласыздар. Яғни 40 минут пісіріп аласыздар. Міне 40 минуттан кейін тамағымыз дайын болды. Енді тамағымызды ыдысқа әдемілеп салып алатын боламыз. Бірінші піскен қамырларын тізбектеп алып алыңыздар. Оның үстіне қалған сироптарын құйып шығатын боласыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Назарларыңызға рахмет, ас болсын. Сау болыңыздар.